Бүгін біз Ұлы Орда балабақшасынан студенттік тобынан Ұлы Орда мектебіне мұғалім мамандығымен танысуға келдік. Саламатсың ба? Мен өзімі толық таныстырып кетейін. Менің атым Албана Басылда. Өте қуаныштымын Асылза. Сізге бір-екі сұрақ қоямын. Жарайды, қоямын. Болды кішкентай екеніңізді армандағансыз ба? Иә, мен кішкентай кезімде мұғалім болуды армандаған балаларды оқытқанды жақсы көремін. Болды күнді Мұғалім болудан çok сізге ұсағым келеді. Сол үшін мұғалім мамандығын таңдадым. Иә, әрбір мамандықтың өз қиындығы бар. Мұғалім мамандығы сол сияқты өз қиыншылықтары бар. Мұғалімнің жауапкершілігі өте жоғары, себебі оқушыға білім беру оңай нәрсе емес. Оқушының көзін ашу, сауатын ашу өте үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Енді сау болыңыз. Сұхбатыңызға рахмет. Саған да рахмет Асылза балалар. Біз информатика мұғаліміне келдік, иә балалар? Иә. Бұл жерде мұғалім не үйретіп жатыр, қараңдар. Компьютермен жұмыс жасап жатыр, иә балалар? Иә. Сізге мұғалім мамандығы ұнады ма? Иә. Үлкейгенде кім боламыз? Мұғалім. Саламатсыздар ма? Келдіңіздер, қош келіпсіздер. Қоя беріңіз. Мұғалім мамандығы болудан мақсатым ең алдымен тәрбиелі, білімді, ізденімпаз оқушыларды, білімді азаматтарды оқыту болып табылады. Осы жолда мен оқушыларды оқыту үшін аянбай жұмыс істеп, оларды тәрбиелеп жатырмын деп ойлаймын. Әрине, мен кішкентай кезімде мұғалім болуды армандадым. Өзімнің Нұрхан деген апайым болды. Сол апайға еліктеп, сол кісі сияқты мұғалім болғым келді. Сол секілді мұғалім болып жүрген қазір